Hello everyone. Today our new lesson theme Journey into Space. Unit 7. Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыз Journey into Space, яғни ғарыш әлеміне саяхат деп аталады. 7-ші тарау, 1-ші сабақ. Lesson objectives: give short basic description of people and objects on a limited range of general sum curriculum. Write with support short basic sentence with appropriate spaces between words. Take turns when speaking with others in a limited range of short basic exchanges. Open your pupil's book at page 100. Look at the pictures. Ең алдымен 100-ші бетті ашамыз кітаптан және осы жерде бейнеленген суреттерге мұқият назар аударамыз. Read the new words. Repeat after teacher. Мына жерде сіздерге бүгін жаңа сабақтың сөздерімен таныстырып өтейін және менен кейін қайталаймыз. Space Station – ғарыш станциясы. Telescope – телескоп. Space Suit – ғарышқа арналған костюм. Rocket – өзге ғаламшарлық зымыран. Alien – өзге ғаламшарлық. Planet – планета. Astronaut – ғарышкер. Spaceship – ғарыш кемесі. Comet – құйрықты жұлдыз. Комета немесе. Very good. Look at exercise number 2. Read the words and match them with the pictures from page 100. 3-ші бетті ашамыз. 3-ші беттегі суреттерге қараймыз және екінші жаттығуды сөздермен суреттер сәйкестендіреміз. Бұл жерде суреттерге мұқият қарасақ, суреттердің жанында әріптер бейнеленген. Енді for example, мысалға қараймыз. Space Station. Space Station дегеніміз бізде ғарыш станциясы. Енді 3-ші беттегі кітапқа қарап, сол жерде суретті көреміз. Суретте қасында әріптер A әрпі, яғни A әрпін жазамыз. Дәл осылай қалған тапсырмаларды өзіміз орындап шығайық. Okay, let's check. J. Telescope. H. Spacesuit. D. Rocket. E. Alien. B. Planet. G. Astronaut. F. Spaceship. C. Comet. Okay, look at exercise number 3. Read and write. Бұл жерде біз әуелі берілген сөздерді оқимыз, және астында берілген 6 сөйлемді оқимыз, және жаңа сөздермен толықтырамыз. For example, it's a piece of rock that looks like a bright star with a tail. Яғни, мына сөйлемдерді оқимыз, және сөйлеммен сәйкес келетін сөздерді мына кестедегі жаңа сөздермен толықтырамыз. Okay, let's check. Spaceship. You have to use this when you travel in space. Яғни сен мұны ғарышқа саяхаттаған кезде қолданасың. Spaceship. The next. Astronauts must wear this in space. Ғарышкерлер мұны ғарышқа барған кезде киеді үстіне. Spacesuit. The next. You can use this to look at stars and planets. Telescope. Яғни сен мұны жұлдыздарды мен және планеталарды көргенде пайдаланасың. Telescope. The fifth. It's a place where people live and work in space. Space station. The next. A being from another planet. Яғни алтыншысында alien. Alien яғни өзге ғаламшарлық. Яғни басқа планетадан келген өзге ғаламшарлықтар. Okay, very good. Next, open your pupil's book, page 102. Look at the pictures and read the words. Яғни кітапта 102-ші бетті ашамыз және жаңадан берілген сөздерді оқып шығамыз. Now, let's begin our new words. Read the new words. Repeat after the teacher. Яғни
сөйлемдерді оқимыз және аударамыз. Swimming trunks, суға түскенде киетін киім. Goggles, жүзуге арналған көзілдірік. Sunbase, күнге қараю. Towel, орамал. Sunglasses, күннен қорғайтын көзілдірік. Swimsuit, шомылуға арналған киім немесе купальник. Sunscreen, күннен қорғаныс кремі. Pack my suitcase, шабадан жинау. Go fishing, балық аулау. Go hiking, жорыққа шығу. Buy souvenirs, кәдесый сатып алу. Go sightseeing, көрікті жерлерді көру. Okay, let's do some exercise about new words. Жақсы, енді жаңа сөздіктерге байланысты біз жаттығуларды орындайық. Read and write letters correctly. 6-шы жаттығуды қараймыз. The Zorbi family is visiting us on a holiday. Зорбидің отбасы жерге демалыста келді. Олар не істегісі келеді? Read and complete. Оқимыз және толықтырамыз. Then match the pictures to the sentences. Және суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіреміз. Енді мына жерде суретте қарасаңдар, суреттерде әріптер бейнеленген. Мысалы, біріншіден Dad wants to go fishing. Зорбидің әкесі балық аулауға барды. Мына жерде қарамен берілген сөздерді бізде әріптердің орындары ауысып кеткен. Соны жаңа сөздікке қарап отырып, дұрыстап орын-орнына қойып толықтырамыз. Дәл осылай қалған 2, 3, 4, 5, 6 сөйлемдерді толықтырамыз. Okay, let's check. Mom wants to buy some souvenirs for her friends. Анашым өзінің достарына кәдесый сатып алғысы келді. Макон wants to go sightseeing and take lots of pictures. Макон әдемі көрікті жерлерді аралап, өзіне сурет алғысы келді. The next. Zor forgot his goggles, so he wants to buy new ones. Зор өзінің суға түсетін көзілдірігін ұмытып кетті және ол өзіне жаңасын сатып алғысы келді. The fifth. Not wants to go hiking in the mountains. Not тауға шыққысы келді, тауға жорыққа шыққысы келді. The sixth. Ordek wants to take her sunscreen and swimsuit and sunbase all day. Ordek өзімен бірге күннен қорғайтын крем алғысы келді және суға түскенде киетін киімін және күні бойы күнге қызынғысы келді. Okay, let's match this sentence with the pictures. Жақсы, енді суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіреміз. The second F, the third E, the fourth C, the fifth D, and the last sentence A. Good. This is your homework. Үй тапсырмасы. The people's book at page 101. Exercise number 4. Бұл сендердің тапсырмаларың, үй тапсырмаларың. Мына жерде 4-ші жаттығу берілген, 5 сөйлем берілген, я немесе жоқ деп жауап береміз. Әуелі суретке нақтылап қараймыз. Мысалы, бірінші сөйлемде there is a comet, яғни мына жерде құйрықты жұлдыз бар деген, яғни yes дейді мысалда. Енді барлығымыз суретке қараймыз. Суретте құйрықты жұлдыз бар ма екен? Я, бар екен, яғни yes деп жазамыз. Дәл осылай өзіміз қалған тапсырмаларды үйден жазып келеміз. So good luck, see you later.